Эй, Луна, саған не болды? Не? Күш беретін дәрімен ішіп алдың ба? Не айтсаңшы, ыстықтаған жоқсың ба? Әлі жетпедік қой. Мен ойынға дайындалып жүрген жоқпын. Ой өсіретін жаттығу жасап жүр. Мұның көмектесетініне сенбеймін. Әрине көмектесет. Ғаламтордан оқығанмын. Оңай емес, бірақ көмегі тиеді. Қалай ойлайсыңдар? Ертең нинджа тобы қандай ереже ұсынар екен? Таң қалдырарлық ұсыныс боларына сенімдімін. Иә, бірақ қызықсыз шығар. Иә, қарсыластарымыздың тым байсалды екенін білесіңдер ғой. Олар үн-түнсіз ойнауды ұсынатын шығар. Сендер қалай ойлайсыңдар? Иә, бірақ ол сен үшін қиынға соғар, Луна. Ай, сен алар емеспін. Тыныштық па, Джоуи? Ештеңе, мән бермеңдер. О, біз түсетін аялдама. Ей, тоқтаңдар. Джоуиге не болды екен? Ана жаққа қараңдар. Ана жаққа қараңдар. Джоуи келе жатыр. Джоуидің көңіл күйі жоқ секілді. Елестетіп көрші. Орында болмағаныма қуан. Иә, мен де. Ятай. Түсінбедім. Бізге не Кімді етесіне айтасың? қарайды? Бәрі байқамадың. Мүмкін емес. Қалдарың қалай? Ертеңгі ойын бірлік пен нинзя топтарының арасында өтетін естеріңе сала кетейін. Шива, кәне ережелерін тыңдайық. Жақсы. Ертең қақпашылар допты қолдарының көмегінсіз қағуы керек. Мүмкін емес. Қызық қой, солай ма? Тамаша, алаңшы. Осында ойнай береміз. Сендер қарсы емессіңдер ме? Жоқ, қарсы емеспіз. Жақсы, ереже қабылданды. Ертең бәріңді сағат 2-де осында күтемін. Ереже қақпашыларға қатысты екен. Ертең бәрінің назар сенде болады, Джоуи. Сен үздік қақпашысың ғой. Оны маған несіне айтасыңдар? Мазамды алмай ойын ойнауға мұрсат беріңдерші. Бірақ Иә, ол мықты қақпашы. Неге екенін де білеміз ғой. Неге? Естімедіңдер ме? Нені? Олар білмейді екен. Жа, ұмытыңдар, кеткеніміз жөн. Тап күтіп қалды. Жүріңдер. Джоуи, тоқта. Бар да тығылып қал. Ережеге байланысты жаттығуымыз Джоуиге қатысты болады. Сендер оған доп тебесіңдер. Қане, қақпаға доп салуға тырысыңдар. Ал сен тойтарыс бер. Қолыммен қақпаймын. Сәми, бастайсың ба? Мұқият бол, Джоуи. Ұстама. Кешіріңіздер. Қолдарымсыз. Грек, сенің кезегің. Қап, оңай болмаса анық. Жақсы, Инес сенің кезегің. Қалай қағамын? Джоуи, аяқтарын қолдан. Аяқтарымен Басыңмен қайтар. Үзіліс жасаймыз. Джоуи досым, бүгін сен үшін сәтсіз күн. Джой, бір жеріңді ауыртып алмадың ба? Жоқ, бәрі дұрыс. Бірдеңеге алаңдаулы сияқтысың. Олар маған ақыл айта береді. Бір уақытта бәрін бірдей тыңдай алмаймын ғой. Иә, басқа амалын қарастырайық. Сәми, Луна, екеуің жанынан. Ал Инес, Грек ортадан шабуыл жасайсыңдар. Ал мен оларға қалай тойтарыс беру керектігін көрсетемін. Жарай ма? Жақсы. Қайша, Иә, болмады. шаян секілді қармала. Баспен дедім. Достым, біреуді көріп басың айналып қалған ба? Аяғыңмен қақсаңшы. Бүгін өзімді жайсыз сезініп тұрмын. Сенде ондай болмап еді? Жа, доғарыңдар. Доп салуды тоқтата тұрайық. Әзірше екеуден бөлініп ойнайық. Сонда Джоуиге қосылып сендерде жаттығасыңдар. Тамаша, біраз демалып алайын. Луна, сен Гректің, ал мен Инестің жанында боламын. Көрдіңдер ме? Қолыммен ұстаған жоқпын. Иә, жаймен үйренесің, Джоуи. Кәне тынығып алыңдар. Тағда бойыңды өсіретін жаттығу жасап жатсың ба? Иә, қайталай берсем, бір аптаның ішінде 1 сантиметрге өсіп қалармын. Көре жатармыз. Ғаламтордан көрдім, кішкентай бала бір айдың ішінде 4 сантиметрге дейін өсіпті. Білесің бе, Луна, бұл шындыққа жанаспайды. Ғаламтордан көргенің бәріне сене бермеу керек. Иә, ғаламтор деген айта береді ғой. Солай ма, Джоуи? Оларға не керек? Ойынымызды тамашалау үшін келмеген анық. Крина допты қалай тоқтатуды білмейді. Сондықтан Джоуидің айламалын көргісі келеді. Нағыз қақпашының қандай болатынын білмейтін де шығар. Иә, өте орынды. Иә, дұрыс айтасың. Джоуиді көруге келдік. Таңертеңнен бері тек Джоуи туралы естіп келеміз. Сендер естімедіңдер ме? Мен естуім керек, айтсаңдаршы. Джоуи нағыз алаяқтың өзі екен. Не деп тұрсың сен? Бос сөз айтпаңдар. Естуің дұрыс па? Джоуи, бірдеңе десеңші. Жарай, тынышталыңдар. Экстремалды футбол парақшасындағы видеоны көрмедіңдер ме? Иә. Сендерден басқаларының бәрі мұны көріп алған. Ол қандай видео? Айла жасап жатқаны туралы солай ма, Джоуи? Оны өзің де көрген шығарсың.
Өзінің телефонынан көрсетсін. Біз шындықты біліп қойған соң ол ұялып жүр. Бірақ Джоуи... Алаяқ. Жетер, кәне енді кетіңдер, дайындық жасауымыз керек. Әрине кетеміз, сендерді нағыз алаяқпен бірге қалдырамыз. Иә. Міне, таңертең экстремалды футбол парақшасында мына видео тұрған. Пойызда отырғанда көргенмін. Видеоның атын Джоуи нағыз алаяқ деп қойыпты. Ал видеоны салған адамның аты жазылмаған. Қызық екен. Онда мені қақпа алдындағы сызықтан өткен допты қағып алды депті. Бірақ ол жалған. Бәрі есімде. Желаяқтарға қарсы ойнаған кезінде Көрейінші. Пабло қақпаға доп тепкен еді. Соны білем. Видеоны өзгертуге бола ма? Қалай жасайды екен? Әрине, тек өзгерту әдісін жақсы білсең болғаны. Расау. Мына видео бұлыңғыр, ештеңе анық көрінбейді. Бұл ештеңені дәлелдей алмайды. Мұны көргендердің бәрі сеніп жүр. Кеше ғана бәрі жақсы еді. Ал бүгін міне, экстремалды футболда ұятқа қалдым. Бұл жердегі басты мәселе видеоны көргендерде емес, олардың жалған ақпаратқа сеніп қалғандарында. Видеоны таңертең көрдім дедің бе? Иә, Сонда пікір жазғандарды да танымайсың ба? жоқ. Олар лақап атпен жазылыпты, сондықтан кімдер екенін білмейміз. Қандай адамдар өзі? Енді не істеймін? Ең дұрысы мұны ойлама, көрермендердің шындыққа көз жеткізуін күт. Так дұрыс айтады, ойлама. Айтуға оңай ғой. Мен бір нәрсені ойымнан шығарғым келсе, футбол ойнаймын. Сонда ғана жаным жай табады. Менің де. Өте тамаша. Жарайды, ендеше дайындалайын. Жақсы, бұл жолы бәрін кезектесіп қақпаға тұрасыңдар. Бірақ не үшін? Біз қақпашы емеспіз ғой. Бұлай жаттыққаннан не пайда? Ол тек Джоуи үшін пайдалы. Қолдарыңды қолданбастан допты қағудың оңай еместігін білесіңдер. Мүмкін Джоуиге ой тастап қаларсыңдар. Қане теп, мен дайынмын. Дайындығыңды көрейік. Менің кесегім. Жарайсың, Сэмми. Көрдің бе, Джоуи? Допқа қарсы дәл уақытында секірсең болғаны. Сосын бар күшіңді қолданғаның жөн. Міне былай. Иә, көрейік. Оған қоса оң не сол аяғыңды қолдануыңа болады. Қалауыңа қарай. Егер тепе-теңдікті сақтай алсаң, қолдарыңмен кез келген қимылды жасай аласың. Екеуімен болмаса, біреумен қалаған айланы жасай аласың. Тек допты егер алсаң бол. Түсіндің бе? Иә, дайын сияқтымын. Керемет, ендеше кеттік. Инес. Жақсы, Сэмми. Күшімді қас. Жарайсың, Джои, жақсы нәтиже көрсете бастадың. Кешіріңдер, бірақ дайындықтарыңды бұзуыма тура келеді. Не болып қалды, Пол? Маған бүгін шағым келді. Шағым дейме? Қандай шағым? Бірлік тобын сайыстан шығарыңыз деген. Жоқ. Алаяқтық үшін. Сұмдық-ай. Жақсы қара киімділер, шағым жайлы жақсылап түсіндіріп берулеріңді сұраймын. Кәне? Түсіндіретін несі бар? Шағым хатта сендерден басқа топтың да ойыншылардың да атын көріп тұрған жоқпын. Сонымен экстремалды футболда ойыншылар кімнің ойнап, кімді ойыннан шығару керектігін айта алады. Иә, Джоуи алаяқ, сондықтан бірлік тобының ойынға қатысуына қарсымыз. Бір топ екінші топты ойыннан шығара алмайды. Мұндай мәселе барлық ойыншылардың қатысуымен шешіледі. Жақсы, қағазыңызды маған беріңіз. Кімнің қол қойғысы келеді, кәне келіңдер. Джоуидің алаяқ екенін білесіңдер, босқа қарап қалмаңдар. Айғақтарың бар ма? Әрине бар. Иә, солай. Мына видеода Джоуи қақпа сызығынан асқан допты қағып алған. Жалған. Видео бұлыңғыр, сондықтан ештеңе анық көрінбейді. Егер айтқандарың рас болса, онда менің кетуім керек. Себебі төреші ретінде менен қателік кеткен. Жоқ, оған сіз кінәлі емессіз, Пол. Мүмкін оң жақта жүргендіктен көрмей қалған боларсыз, бірақ Джоуи қателігін айту керек еді. Бірақ доп сызықтан асқан жоқ қой. Өтірік айтасың, не істегеніңді бәріміз де көрдік. Желаяқтардың салған тобын жоққа шығардық. Жоқ, мүмкін емес. Дораның да салған тобын жоққа шығардық. Ондайды байқамадық қой. Доғарыңдар, барлығың тынышталыңдар. Осындай қателікке көз жұмып қарап қалады дейсіңдер бе? Мұның бәрі бос сөз. Мұндайды енді естімейтін болайын, түсіндіңдер ме? Бірақ... Осымен сөз бітті. Ниндзялықтар, ертеңгі ойналық үшінде ме? Қиындық жоқ. Ондай қауесеттік әлсіздерге арналған, оған алаң болмаңыз. Тамаша, қара киімділерден басқасы арызға қол қоймағандықтан ертеңгі ойын жоспары бойынша өтетін болады. Кәне тараңдар. Қара киімділердің Кәне кетейік, оларға жақайсыздар. Киімдердің ойы жүзеге аспады. Әйтеуір мәселе шешілді-ау. Қане, мұны ұмытайық. Иә, Джои, қазір қалайсың? Жеңілдеп қалған боларсың. Иә, өзімді әлде қандай жақсы сезініп қалдым. Тағы ма? Мыналар көріне берді. Оларға тағы не керек? Сонымен қуаныштысың ба? Полға өтірік айттың, ол саған сеніп қалды. Біз жалған сөйлемедік. Оны өзің де білесің. Жоқ, бар білерім, саған ешкім сенбейді. Қара, Джои, сенің алаяқ екеніңді 50 адам анықтапты. Алдыңғыдан 2 есе көп. Джои допты қаққан сияқты. Доп қақпаға кірген, бірақ ол кірмегенсің айтаныпты. Қарсыластары ұпай ала алмай қалды. Джои қалауына қарай шешім қабылдайды. Пол сен ақтап алды дегенмен алаяқ екеніңді бәріміз білеміз. Енді саған ешкім сенбейді.
Мені ертеңгі ойынға шынымен де қатыстырасыңдар ма? Сен алмастырмайтынымызды өзің де білесің ғой. Иә, бірақ жаңағылардың сөзін естідіңдер ғой. Біраз адам мені алаяқ деп есептейді. Қара киімділердің айтқандары бос сөз. Допты қаққан сияқты сыңай таныту мүмкін емес. Ойынды көрсең ғана айта аласың. Пол білет, сосын оларға қарсы шықты. Шағынға басқа ешкім қол қоймаған. Пікірді жазғанда өздері екеніне сенімдімін. Иә, уайымдай берме. Ертең барлығы жаңа ойынды талқылайтындарына дау жоқ. Қателесесің. Бұл ұмытыла қоймас. Қауесеттер ұзақ уақыт айтылады. Бірақ алаяқ еместігіңді өзің білесің ғой. Біз де білеміз. Пол да білет. Меніңше, тергеу жұмысын жасауымыз керек. Осының бәрі қара киімділердің іс екенін дәлелдеу керек. Оны ойластырған солар. Шығып кеткенін қаламаймын. Ертерек басылып, ұмытылып кетсе екен. Жақсы, бер қараңдар. Оңайлықпен тыныштала алмайтын сияқтысыңдар. Мүмкін лигадағы топтардан сұрастырып, олардың ойларын білген соң сабаларыңа түсетін шығарсыңдар. Сұрап көрейін. Маған деп, қане, маған деп. Маған деп әлгенде. Бізбен доп ойнағылар келмей ме? Қалай айтсам екен? Көп уақыттарыңды алмаймыз. Джоуиді біраз адамдар алаяқ деп ойлайды. Сондықтан мен... Сондықтан не? Джоуидің алаяқ емес екенін жақсы білесіңдер ғой? Бірақ қиындықтан аулақ жүргіміз келеді. Джоуиге қатысты мәселеге араласпайық. Тобымыздың атынан нұқсан келіп жүрер. Дұрыс айтасың. Сонымен, бізбен ойнағыларың келе ме? Ona келсер едік, бірақ бәрі Джой туралы айтып жүргендіктен. Сендермен ойнасақ бізде алаяқ атанып қаламыз ба деп қорқамыз. Өтірікшілердің сөзіне сенеміз де көрмейді. Желаяқтардың қарсылық танытқанына таң қалмаймын. Бірақ сендердің бұларыңды қалай түсінуге болады? Кешіріңдер, басқа амалымыз жоқ. Сонымен, Бізбен ешкімнің де ойнағысы келмейді. Не үшін? Бірақ... Себебі бәрі мені шынымен де алаяқ деп ойлайды. Жоқ, олай емес. Негізінде олар менімен ойнағысы келмейді. Айтпаса да түсінікті. Ешкім маған сенбейді. қателесесің, саған сенетін біраз адам бар. Солай ма? Қане олар? Бәрінен бұрын тобың, яғни біз, сосын Пол мен Так. Оған шыдай алар емеспін. Егер бәрі мені алаяқ санаса, онда ертең менің соңғы ойыным болатын шығар. Джоуи! Олай демесеңші, мүмкін емес. Қойыңдаршы. Жалғыз қалғым келеді. Солай. Джоуи қайдағы бір ғаламтордағы видеоға бола, топтан кетпекші. Адамдар қауесетке неге сене береді екен осы? Біраз адамдар шындыққа көз жеткізбестен ғаламторда жарияланған нәрселерге сене береді. Луна, қарамайсың ба? Бой өсіру туралы жарияланымды мен де қарап шықтым. Бәр бос сөз. Күніне 3 литр сүт ішіп, 14 сағат жаттығу жасау керек депті. Неткен сұмдық. Бірақ ол соған сенеді. Өзін мықтымын деп ойлайды. Джой туралы қауесетті кімнің таратқан білесіңдер ме? Жоқ, білмейміз. Видеоны парақшаға кімнің жүктеген және пікірлерді кімдердің жазғанын да білмейміз. Біреуді компьютер арқылы кінәлай салу көбейіп кетті ғой. Ақылдарынан адасқандар. Бұл туралы біраз адам әңгімелеп және біразы осы әңгімеге сеніп те жүр. Мұны қадағалау мүмкін емес. Джоуидің ертеңгі ойыннан неге қорыққанын енді түсіндім. Иә, әрине. Барлығы оны кінәлай қарағанда қатты ыңғайсызданатын шығар. Мұндай сынақтан өту үшін оған сендердің көмектерін қажет. Иә, дәл солай. Әйтеуір келдіңдер ау, сендерді күтіп тұрмыз. Әне, бірлік келе жатыр. Иә. Анаған қараңдар. Қалайсың, Джой? Ойын тезірек аяқталса екен деп келеді. Бәрі дұрыс, достым. Мен осындамын. Достарың да қасыңда. Сондықтан уайымдама. Егер қандай да бір мәселе туындаса маған айт. Жарай ма? Жарайды. Рахмет, Так. Естеріңе сала кетейін. Бүгінгі ойын сейл алаңда өтеді. Бірлік тобының қақпасы лабиринтте, ал нинзялықтардың қақпасы эскалатордың сол жағындағы төменгі қабат. Қақпашылар орындарында ма? Сәмен, Лила, допты лақтырамын. Басталды! Допта! Не? Инес, саған кеттім! Мауэль, Гректің жанынан кетпе! Тоқта! Әрі кетші! Инес, маған тез! Жоқ, күте тұр! Джоуи, қақ! Саң доста бойда! Қақтым. Қолдары допқа тиді. Я, мен де көрдім. Не? Алдады. Жоқ, алдамады, біраз айтам. Луна, жында! Саған доптың қажеті жоқ па? Оның алтын жабыңдар! Абырзыма, келдім, міне! Кешір, Мауэль! Инес! Қақтым! Қане алға, ешқандай кедергі жоқ! Жүгір! Көмекке келе жатырмын. Сенің қолыңа келе қоймас. Грег, қақпаға тез! Абайла! Ал жоқ! Жарайсың! Сауында ол саған тептім! Қап! Лила,
Жо'yста! Degan-ay! Жоқ! Degan sаған жоқпын. Әдетке айналып кеткен ғой. Қателесті! Нинджалықтар айып тобын тебеді. Джоуи алаяқ. Жақсы, Джоуи. Кәнел Ережені ұмытпа. Тамаша, жарайсың! Лила, жарайсың! Алаяқ. Сен алаяқ. Өзіңе де сол керек. Допты деп. Я. Қане тезірек кепсеңші. Деп, Луна. Инес! Маған деп! Жақсы деп, лордты байқа! Маған допты бер! Жарайды, міне қағып ал! Жарайсың, Грег! Қане алға, қақпаға деп! Инес, алға. Егер қолыңнан келсең, Қап! Жарайды, міне! Саған, Мауэль! Инес, тоқтама, жүгір. Рахмет! Луна, допты ал! Иә, бұл жолы тапталам. Бос қиялдамақ қортық! Қаде тұр? Үй болмаңдар, қыздар! Сәми, қақпаға жақындатпа, өтінем. Әуре болма. Джоуи. Жоқ, қағуға тұрсын. Нинджалықтар тағы бір ұпай салды! Істеді ме? Әдейі қақпады. Алаяқ! Жоқ, әдейі жасаған жоқпын Жарайсыңдар! ғой. Қане, Джоуи! Жоғалтамыз. Грег топты саған жібер. Топты маған тепті. Соңында ол сен есті байқа! Қайымдама. Қолыма түсірем, көресің! Олай ойламайым. Лорд ортаға шық! Джоуи, көңіл емес. Есен үште бер! Бер алға. Бұл жолы тіпті Бірінші бөлім аяқталды! Терлеп кетіпсің ғой, Джой, не болды? Мазам қашты. Не болғанын өзім де білмеймін. Меніңше сен қобалжып тұрсың. Тынышталуға тырыс. Отырып терең демал, кәне? Жақсы, солай дұрыс шығар. Пол, ойынды тоқтатқаным жөн. Джой өзін жайсыз сезініп отыр. Сонда бірлік ойыннан бас тарта ма? Жоқ, олай емес. Мүмкін, бірақ ойынды тоқтата алмаймын. Қарсыластарына әділетсіздік танытқан болам. Түсіндім. Әлгі Джойды алаяқ деп айыптаған шағым қатесіңде ме? Оның бәрі ғаламтордағы қауесеттен басталды. Слайдың айтып жүрген видеосын айтамысың? Иә, қауесет тарап кетті. Джойдың алаяқ екенін жазған пікірлер де көбейді. Қарашы. Қазір бәрі оны алаяқ деп есептейді, сондықтан ол қатты қобалжып жүр. Түсінікті. Оған алаңдап тұрмын, Пол. Барлық топты жинау керек. Жағдайың қалай, балақай? Білмеймін, басым айналып тұр. Мұнда маңызды мәселе туындады. Осыдан 2 күн бұрын Джоуиді бәрің сыйлап жүретіңдер. Ал енді ғаламторда жарияланған видеоға бола, оны мазақ етіп жақтырмай отырсыңдар. Ойдан шығарылған қауесет оған біраз зиянын тигізді. Оның шыншыл дос екенін ұмытқандарыңа ренжулімін. Кешірші, Джоуи. Айла жасамағаныңды білетінбіз. Сені жақтауымыз керек еді. Иә, жақтауларың керек еді. Ешқайсың Джоуиге келіп жақсы сөз айтпадыңдар. Ғаламторда жалған ақпараттар өріп жүр. Соның бәрін шындық деп айта алмаймыз ғой. Саған ешқандай жылы сөз айтпадық. Сол үшін біз де айыптымыз. Кешірім сұраймыз. Сендер негізінде алаяқ емес екенімді білетін бе едіңдер? Егер сен нағыз алаяқ болсаң, мұны әу бастан көрсетіп қояр едің ғой. Иә, ол дұрыс айтады. әрине. Джоуидің алаяқ еместігіне кім сенер білген? Лигадағы ең мықты қақпашы екенін кім мойындайды? Мен, ең мықты. Мен де Әрине. білсем. Оның рас, иә, мықты. Сен жалғыз емессің, Джой. Айналаңда жанашыр достарың бар. Рахмет сендерге. Сендердей достарым барына қуанамын. Жағдайың біраз жақсарды ма, Джой? Әлде қайда жақсарды. Жинақтал. Қақтам, Сәми! Жақсы дептің. Лордты байқа! Алға! Келесі жолы Грег менімен жүр. Қане тезде. Жақсы, Сәми, келе жатырмын. Я. Абайла, Шива, олар жақындап қалды. Қане, бірге қол соғайық. Өзімізді қандай топ екенімізді дәлелдейік. Жоқ! Сынси! Жоқ. Тағы сен бе? Әлі де тырысып бағамысың? Ақпаға барамын. Абайла! Көреміз әлі. Керемет! Қыздар, сендерге сенім артамыз. Жақсы, Луна! Ерекше әдісімізге дайынсың ба? Әрине. Қане онда? Соңғы кедергі келтір! Жігіттер, сен жеріңізге Ұятыл, Шива! Үште үш! Жарайды, енді біздің кезегіміз. Алға! Мауэль, саған сайлақ!
жақсы. Сәйме менімен бірге жүр. 10 секунд қалды. Абайла, Шева, қақпаға дау жіберме. Бірлік тобы жеңіске жетті. Бірлік алға! Асты қолдан бермейміз. Балақайлар, кетпес бұрын сендерге мұнан айтқым келеді. Жалған қауесет тарату қауіпті нәрсе, себебі оның зардабы қандай боларын алдын ала білмейміз. Жалған қауесеттің кесірінен Джоуи тіпті ауырып қала жаздады. Бұдан бұлай мұндай нәрсе қайталанбасын. Бірдеңе айтасың ба Слай? Жоқ, бәрі дұрыс. Ендеше келістік. Ғаламтордағы мақалаларға сенбеу керек екенін түсіндім. Әлгі бойыңды өсіру туралы видеоны айтамын. 3 күн бойы литрлеп су ішіп қолдарыммен жүрдім. Соңында жүрегім айнып, бойым бір қарыс болса да өспеді ғой. Өз қателігіңнен сабақ алғаныңа қуаныштымын, Луна. Иә. Ал маған келсек, біреу туралы қауесет таратса, ешқашан сенбейтін болар. Рас па, лигадағы ең мықты қақпашы басына бас киім киіп, көзілдірік тағат деген қауесет тарап жатыр. Иә, бірақ бұл жалған ғой, Луна. Олай емес. Уайымдамай-ақ қойыңдар. Бұл қауесет емес. 100% шындық. Маған сеніңдер.